Сәлем достар, бүгін сіздермен лаваштан бөрек дайындаймыз. 5 штук лавашымызды осылай бірін-бірінің үстіне қоямыз, ортасынан бөлеміз. Түзу қылып бөлеміз, мен сәл қисықтау бөліп қойдым. Оны жартысын тағы оның үстіне қосамыз, біріктіріп, ортасынан тағы бөлеміз. Өстіп 3 бұрышты бөлікке бөліп шығамыз. Енді начинкасын дайындаймыз. 5 штук картопымызды қайнатып езіп алдым да тұзын қостым. Оның үстіне бұрышымызды және укропымызды қосып, бір келкі қылып араластырамыз. Начинкамыз дайын. Енді қамырымызды алып, начинкамызды ортасына саламыз. Екі шетін орап, ортасынан осылай дөңгелетіп орап шығамыз. Екі жұмыртқамызды бір ыдысқа құйып алып араластырамыз. Бір ыдысқа панированный сухаримізді құямыз. Енді дайын бөрегімізді жұмыртқаға аунатып, панированный сухариге аунатып, бәрін осылай дайындап шығамыз. Енді табамызға майымызды құйып, қыздырып аламыз. Қызып тұрған майда екі бетінен қуырып аламыз. Мінекей өстіп, орташа отта қуырамыз.